Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге шоколадты құлпынай рецептін бөлсемін. Бұл рецепт өте оңай дайындалады. Бар болғаны санаулы ғана ингредиенттер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: ақ шоколад, жасыл шоколад және де қара шоколад. Пистондарымды, құлпынайымды жуып алғаннан кейін салфеткамен кептіретін боламын. Және де қызыл краситель, шпажка керек. Ең алдымен құлпынайды жуып қағазбен осылай ақырындап кептіріп аламыз. Бізге ең бастысы құлпынай езіліп кетпеуі керек. Одан соң шоколадтарымды микроволновкаға 1 минутқа салып ертіп аламын. Шоколадым ерігенше құлпынайымыздың ортасына осылай шпажка таяқшаларын қадап шығамын. Енді еріп тұрған ақ шоколадымның үстіне бір тамшы қызыл красителімді тамызып, светін розовый түске бояймыз. Енді ұзындау стаканға қойып қоямыз. Өте оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Жай ғана алып осылай шоколадқа малып аламыз. Одан соң бұл шоколадтарымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Енді шоколадты құлпынайларымызды сәндейміз. Мен ақ шоколадтармен және де осындай пистондармен сәндейтін боламын. Құлпынайларымызды осылай өрнектермен, түрлі орнаменттер салсаңыздар болады. Барлығын сол стаканға салып отырамыз. Сақ болыңыздар, құлпынайлар бір-біріне жабысып қалмау керек. Пистондарын шоколады қатпай тұрып, осылай жабыстырып алған дұрыс. Шоколад қатып қалғаннан кейін ол пистондар тұрмайды. Осылай барлығын сәндеп шығамыз. Міне біздің клубникаларымыз өте керемет, әдемі болып шықты. Негізі құлпынайдың формасы барлығы бір-бірінен өткен әдемі болып үйлессе, керемет көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тіпті бұндай шоколадты құлпынайларымызды тапсырысқа да жасайды. Бұл да бір қосымша табыс көзі. Ал құлпынайымыздың дәмі өте керемет болып шыққан.